Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен Варшавский деп аталатын поляк халқының пісірмесін пісіріп көрсеткім келеді. Бұл кекс өте дәмді болып шығады. Иісі де сондай керемет. Бізге керегі 4 жұмыртқа, 1 стакан ұн, 1 стакан қант, 2 ас қасық какао, 3 ас қасық картошканың крахмалы, 2 шай қасық разрыхлитель және 250 грамм маргарин. Сосын 1 пакетик ванилин керек болады. 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне 1 стакан қантымызды құйып, жылдам араластырамыз. Миксермен немесе блендермен араластырған дұрыс болады. Мен осылай қолмен араластырдым. Сонда жылдам араласады, миксермен араластырсаңыздар. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ванилинімізді құямыз. Және жібітілген маргарин 250 грамм. Тағы да жақсылап араластырамыз. Видео сіздерге ұнап жатса, соңына дейін көріп, подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді үстіне тола 1 стакан ұн, 3 ас қасық картошканың крахмалы және разрыхлитель қопсытқышымызды 2 шай қасық саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз, іртігі кеткенше. Осылай жасап көріңіздер, сондай дәмді кекс болып шығады. Өте керемет, дәмі тіл үйреді. Ауызда ерейді десе де болады. Мен тағы 1 қасық ұн қостым. Онда негізі стаканды толтырып алыңыздар, 1 стакан. Осындай қою, қоймалжың қаймақтай болу керек. Енді осы жерден 2 ас қасық қамырды бөлек салып аламыз қазір. Үстіне какао қосып араластыру үшін. Енді 2 ас қасық какаомызды үстіне сеуіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей енді кекс пісіретін табамызды сұйық маймен майлаймыз. Жақсылап жан-жағын бәрін сұйық маймен майлап алып, үстіне сухарики, майдаланған нан ғой енді, соны себеміз. Нанның ұнтағы, нанның ұнтағын себеміз осылай. Сөйтіп, ақ қамырымызды құямыз. Ақ қамырды құйып, бетін тегістеп, үстінен какаоны себелейтін боламыз. Какао қосылған қамырымызды үстінен тағы да бір келкетіп жабатын боламыз.
Какаоны мен осылай салафан қалтаға құйып алдым. Өздеріңізде арнайы құятын ыдысы болса, соған құйып себіңіздер. Мен осылай қалтаның ұшын тесіп, осылай септім. Осылай жағып шығасыздар бір келгетіп. Шет-шетіне әсіресе көбірек жағыңыздар. Ортасына қарай үйіліп қалмау үшін піскен кезде. Міне осылай бір келгі бәрін құйып алып, 180 градуста 40-50 минут пісіретін боламыз. Піскен кексті формадан бірден шығармаймыз. Сәл суығаннан кейін барып шығарамыз. Енді суып тұрған кекске үстінен глазур құйып сәндейміз. Ол үшін бізге қанттың ұнтағы керек. Қант пудрасына 3 шай қасық мұздай су құйып, суып тұрған кекстің үстінен құямыз. Ыстық кекске құймаймыз, онда бірден ағып кетеді. Суығаннан кейін құямыз осылай. Мен қант пудрасын 100 грамм алдым. Көбірек алып істесеңіздер де болады. Қою әппақ болсын десеңіздер. Мен 100 грамм алып жасадым. Мінекей дайын біздің кексіміз. Сондай тәтті, дәмді болып шығады. Қазір кесіп көрсетейін. Топ-томпақ әдемі жұп-жұмсақ, иісі сондай керемет. Осындай тәтті кекспен шайларыңыз әрқашанда тәтті болсын. Баршаңыздың отбасыларыңызға тек денсаулық пен амандық тілеймін. Келесі видеомда жолыққанша сау болыңыздар.